Сіз 1 миллион доллар сыйақыдан бас тартар ма едіңіз? 2000 жылы Клей математика институты ұзақ жылдар бойы шешімі табылмай келе жатқан 7 күрделі математикалық мәселені жариялап, мыңжылдықтар есебі деп атау береді. Оған қоса әр шешілген мәселеге 1 миллион доллар сыйақы тағайындаған. Бұл есептердің шешімі табылды дегеннің өзінде, оны әлемде санаулы ғалым бірнеше жыл бойы тексереді. Сол есептің қазір біреуі ғана шешілген, ол Пуанкаре гипотезасы. Оны 2003 жылы Григорий Перельман деген математик дәлелдеген. Қызығы, Перельман осы есепке берілетін сыйақыдан бас тартқан, яғни 1 миллион доллардан. Себебін сұрағандарға атақ та, ақша да қызықтырмайтын айтқан, яғни математиктердің жаңалық ашу үшін қаражат та, басқасы да керек емес, математика болса жетеді. Тіпті ол дәлелдеген Пуанкаре гипотезасының өзі әлі де көпшілікке жұмбақ күйінде қалды. Себебі математикада бір мәселе шешілгенімен, ол бірнеше сұрақты туындатуы мүмкін, ал Перельман ешкімге жауап бермейді. 2006 жылдан бері Перельман ғылыми қауымдастықпен байланысын үзген, жұмыс істемейді, ешкіммен араласпайды, сұхбат бермейді. Ол Санкт-Петербургте анасымен бірге қарапайым пәтерде тұрады. Оны көрген көрші-қолаң немесе сұхбат алуға барған журналистер мынадай суреттерді интернетке жариялаған. Байқасаңыздар, математиктің шаш өсіп кеткен, киімі тозған және тырнағы алынбаған. Бірақ оның неге мұндай өмір салтын ұстанатыны белгісіз. Ғалым қабылдамаған сыйлық 1 миллион доллармен шектелмейді. Ол Нобельмен пара-пар математиктерге берілетін ең жоғары марапат Филдстан да бас тартқан. Ол марапаттың бәрінен бас тарту себебі ретінде мен ғаламды қалай басқару керегін білемін, неге миллиондардың артынан жүгіруім керек депті. Қызық,